Сәлеметсіздер ме? Мен Тоқаш-Бокин атындағы нөмірі 41 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, педагог сарапшы Ізбасарова Нағима Құралбайқызы. Менің соңғы 5 жылда озық тәжірибемді таратуға жолдама берген әдістемелік зерттеу тақырыбым дарынды оқушылармен жұмыс. Мақсатым дарынды балалармен жұмыста қолданылатын педагогикалық әдіс-тәсілдер мен дамыту жолдарын көрсету. Дарындылықты тұңғыш рет ағылшын психологы Фрэнсис Гальтон зерттеген болатын. Өзінің талантты тұқым қуалауы оның заңдары мен нәтижелері атты еңбегінде дарындылық тұқым қуалайтын факторлардың нәтижесі екендігін алғаш рет дәлелдеуге кірісті. Дарындылық орта деңгейден жоғары зияткерлік қабілеттер, креативтілік және қайсарлық тоғысқан үш мінездеме. Дарынды бала ол қоғамдық жұмыстарға белсене араласушы, алған мәліметтерді өз ой елегінен өткізіп қабылдайтын, қазіргі озық технология негізінде әлемдік ақпараттан хабардар және де ғылыми әдеби шығармашылықпен айналысатын өзіндік ой пікірі қалыптасқан оқушыны айтамыз. Мен дарынды оқушылардың дарындылығын арттыру үшін әр сабақтарымда және сабақтан тыс уақыттарда белсенді жұмыс жасадым және оларды жетістіктерге жеткіздім. Оқушыларым қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша аудандық, облыстық, республикалық олимпиада, түрлі байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болуда. Атап айтар болсам, 7-ші сынып оқушысы Құралбай Гүлнұр облыстық Махамбет оқулары байқауына қатысып, 1-ші орынды иеленді. Сондай-ақ Ізмахан Ізбасар республикалық қадір оқулары байқауына қатысып, 2-ші орынға ие болды. 2018 жылы білімімді шыңдау мақсатында білім және ғылымдағы инновациялар атты 2-ші халықаралық ғылыми әдістемелік конференцияға қатыстым. Конференцияға қатысып, сертификат және құрмет грамотасына ие болдым. Өз тәжірибемді ұтымды тұстарымен бөлісу үшін аудан, облыс көлемінде семинарлар, ашық сабақтар, вебинар сабақтар өткіздім және де соның нәтижесін көріп келемін. Назарларыңызға рахмет.